кезінде Совет үкіметі біздің ұлттық құндылықтарымызды әбден соңына дейін деградацияға ұшыраттырған, ұлтсызданып бара жатыр едік біз. Тілімізден, ғадет ғұрпымыздан, салтымыздан, құндылықтарымыздың бәрінен адасып бара жатқан кезімізде Алланың көзі түсіп, назары түсіп, біз егемендікке қауыштық. Өзімізді қайтадан қолға ала бастадық, зерттей бастадық, өзімізге орала бастадық. Сол кезде біз көптеген құндылықтарымыздан ажырап қалғанымызды көрдік. Соны түгендеу жолында көптеген осы бүгінге дейінгі, әлі күнге дейін, бүгінгі подкастымыздың өзі де сол мағынада. Сонда артынша келіп, жаңағы сәләфилік тенденция кешегі Совет үкіметінің маркстік диалектикалық шаблоннан да асып түскен бір сұмдық зобалаң болып көрінді бізге. Неге? Себебі біздің бабаларымыздың жүріп өткен бүкіл діни тәжірибесін жоққа шығарып жатыр. Бүкіл діни танымымызды, ақидамызды жоққа шығарып жатыр. Ал ол не деген сөз? Ол біздің мәдениетімізді, ұлттық мәдениетімізді жоққа шығарып жатыр деген сөз. Біздің ойлау жүйемізді жоққа шығарып жатыр деген сөз. Біздің тарихымызды жоққа шығарып жатыр деген сөз. Соның нәтижесінде ұлтты да, мәдениетті де бізге басқаша тықпалауға тырысып жатыр. Отанның өзін киесіздендіріп жіберді. А отан киелі болмыс біз үшін. Ұлт та киелі болмыс, мысалы. Сондықтан ұлт деген сөз жаңа Құранда да айтылып жатыр. Ол Алланың хикметімен жаратылған болмыс. Біз оны жоққа шығара алмаймыз. Оны сақтау, оны жетілдіру, сол негізде Аллаға құлшылық ету бірге. Бұл негізі Алланың қалауы деп айтуымыз керек.